Ассаляму алейкум. Бүгін біз сіздермен медовый торт дайындайтын боламыз. Ең алдымен видеомды қарамас бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Ең бірінші жұмыртқамызды жарып, секерімізбен араластырып аламыз. Содан кейін аздап шым-шым тұз салатын боламыз. Одан кейін майымызбен бір қасық медымыз саламыз. Одан кейін газға қойып, майымызды ерігенше араластыратын боламыз. Еріген соң содамыз салып, массамыз үлкейгенше араластыратын боламыз. Енді ұнымызды салып, бір келкім тесті болғанша араластырамыз. Менің тестім дайын. Енді осылай ұнымызды сеуіп, кішкене илеп аламыз. Енді тестімізді бөлетін боламыз. 7 немесе 8-ге бөлуге болады. Менің тестім дайын. Енді ыдысқа салып, бетін пищевой пленкамен жауып, 1 сағатқа холодильникке қойып қоятын боламыз. Енді креміне кірсек, ең алдымен заварной кремімізді дайындап аламыз. Ол үшін сүт, секер, 33% сливки, кукурузный крахмал, жұмыртқа, сары май қажет. Сүтімізді ең алдымен осындай ыдысқа құйып, газға ысытып алатын боламыз. Сүтіміз ысығанша жұмыртқамызбен секерімізді араластырып аламыз. Одан кейін кукурузный крахмалымызды салып, бір келкі массасы болғанша араластырамыз. Енді ысыған сүтімізді жайлап қиып, осылай араластырып тұрамыз. Енді түбінде қалған сүтімізге жаңағы массамызды құйып жібереміз. Содан кейін газымызға қойып араластырамыз. Осылай араластырып тұра береміз. Бұл масса қоюлану керек. Соған дейін араластырып тұрамыз осылай. Міне менің массам қоюланып жатыр. Осылай бұл қоюлану керек. Енді газын астына өсіріп, сары майымызды салып жіберіп араластырамыз. Енді суығаннан кейін осылай басқа ыдысқа құйып, бетін пищевой пленкамен жауып, бұны да 1 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Толық суығаннан кейін. Менің тестім дайын. Енді жайып пісіретін боламыз. Ең алдымен пергаментімізге ұнымызды сеуіп, тестімізді жаятын боламыз.
Мен осындай кольцомен кесіп алатын болам. 22 диаметр жасайтын болам. Сізде 24 диаметрмен де жасауға болады. Мұндай кольцо жоқ болса, қарапайым торт пісіретіннің астын үстіне қойып, пышақпен кесіп, солай кесіп алуға болады. Осылай кесіп алып, вилкамен тесіп шығатын боламыз. Мына шетіндегі шыққан тестімізді қазір сыртын әрлеген кезде бізге керек болады. Енді сливкіміз соғып аламыз. Бірінші жай скорості соғып, содан кейін скоросымызды көбейтетін боламыз. Осылай сливкіміз соғылатын болады, қою болып, содан кейін жаңа дайындап алған заварной кремімізді салып араластырамыз. Ұзақ соқпаймыз, тек араласса болды. Енді тортымызды жинаймыз. Міне менің тестім, жаңағы кремім, жаңағы шетіндегі әрлеуге арналған деп айтқаным. Осылай блендерде ұсақтап алдым. Енді тортымыздың ең астыңғы бөлігіне, ең астына бір қасық крем жағып, тестімізді қойып, осылай 5-6 қасық крем жағып, тортымызды жинап шығамыз. Менің тортым дайын. Енді жаңағы бана ұсақтап алған тестімізбен осылай әрлейтін боламыз. Өздеріңіздің қалауыңызбен әрлесеңіздер болады. Міне тортым дайын. Барлық жеріне сеуіп шықтым. Енді тортымызды холодильникке бір 6 сағатқа немесе түнге қалдырсаңыздар, одан да жақсы. Кремдері сінетін болады. Міне менің тортым дайын. Мен осылай әрледім. Сіздер өздеріңіздің қалауыңызбен әрлесеңіздер болады. Торттың дәмі керемет болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер менің каналым, видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ассаляму алейкум.